2025 жылдың ең басты Қазақстан чемпионатының ойыны қандай екенін білесіздер ме? Бұл батыс қазақстандық Анурбек Дархан мен және павлодарлық Аутылов Ерасыл арасында болған. Осы екі ойыншының біреуі ұтқан жағдайда Қазақстан чемпионы болады. Яғни ол жерде ойын қалай өтті екен, қалай басталды екен, соны қазір қарастырып көрейік. Екеуінің де өзара бір басымдығы болды. Яғни Дархан басымдылығы ол ақпен бастаса, Ерасыл басымдылығы ол Дарханнан жарты пайға алда болған еді. Қазір тамашалап көрейік, бұл ойын қалай басталған екен. Яғни ойын әдеттегідей 76, 98, 66, 87. Яғни бұл ойын 6-1 болған жоқ. Яғни кейбіреулер біліп жатқан шығар қандай ойын болғанын. 25, 78, 48, 3-6 тұздық, 94. Міне осы жерде 1-6 жүргеннен кейін ақтар әдеттегідей 84 емес, яғни 6-1-ге апармай басқаша ойын жүрді екен. Яғни бұл жерде қандай ойын жүрді көрмесе кім біледі. Яғни ойын ары қарай 3-1 деп 3-1-дің ойымен кетіп қалды. Яғни бұл жерде осы ойынмен Дархан жеңіске жете алды. Яғни қараңдар, осы ойын негізінен көп жағдайда қара жаққа басымдық бар, бірақ та егер қара жақ дұрыс білмегенде оны ұтылады. Бірақ та мен ойымша ол ойын сол ең сондай жиі ойнайтын және тепе-тең ойындардың бірі. Яғни қай жақ қателеседі, сол жақ ұтылып қалады. Осы ойынды міне дәл Telegram каналын тапқан болатын. Соны ойынды қазір біз келесі сабақта толығымен қарастыратын боламыз. Яғни міне осы жерде мен тапқан болатын. Міне толық жазбасы. Кімге керек осы ойынды түсіріп алып, яғни келесі сабақта керек болса осыны толығымен қарастырып талдап көруге болады. Қандай жағдай болды екен. Яғни байқасаңыздар, бұл жерде алтын тұздық беріп ақтар кейін 3-ке тұздық қойған еді. Тастың айырмашылығы соңғы диаграмма байқасақ 26 тас болған екен. Және оған қоса 8-де байлық болған. Яғни 8-де ол бірден таратпаған екен. Жалпы міне осындай ойын. Келесі сабақта осыны толығымен талдап көруге тырысамын. Назар рахмет сіздерге. Қош сау болыңыздар.